Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма тағы да қош келдіңіздер. Білесіздер, мен өз каналымда сүт өнімдері туралы, жалпы ауыл туралы мәліметтер беремін. Ауыл туралы, ауылда қандай қызықтар болады, сол туралы әңгіме жүргіземін. Сол туралы лайф видеолар салып тұрамын. Соның ішінде мен сіздерге өткен видеоларда салған болатын құрт жасау туралы. Енді маған Instagram парақшама және осы YouTube каналыма көптеген оқырмандар жазып тұрады. Қалай құртты осындай массаға айналдырамыз, яғни қалай құрт осылай жабысатын әдемі жылтыр құрт болып шығады. Яғни оның бір ерекше құпиясы бар. Кейде болады құртты сүзгеннен кейін құртты ашытамыз, мен видеоларымда көргеніңіздей ашытамыз және дорбаға сүзгеннен кейін бір күн тұрғызғаннан кейін ол дорбадағы құрттың кейде болады мына қолға жабысып айырылмайтын құрттар болады. Одан жылтыр әдемі құрт шықпайды. Я шығады жеуге, бірақ одан жылтыр құрт шықпайды. Яғни сатуға өте тиімсіз құрт яғни. Сондықтан құртты сүзгеннен кейін егер де құртыңыздың суы тартылмаған болса, үстіне ауыр темір болсын, ауыр немесе кейбіреулер болады банкілерге, шелекке су құйып, ауыр үлкен затпен құрттың дорбасын үстінен бастырып қою керек. Сол кезде құртыңыздың массасы осындай әдемі, қолға жабыспайтын, әдемі жасаған кезде жып-жылтыр құрт шығатындай түрге қалыпқа келеді. Міне менің осындай құртым шықты. Оны және де тағы бір құпиясы, құртты жабысқақ күйден ажырату үшін мына үлкен табаққа салып алғаннан кейін дорбадан міндетті түрде оны әбден иін қандырып, май шайқаған секілді осылай шайқаймыз. Әбден иін қандырамыз. Әбден иі қанған құрт ол міндетті түрде әдемі жылтыр құрт шығатын массаға айналады. Осылайша міне менікі уже дайын. Бұған тұзын салып, әбден иін қандырып қойдым. Енді міне мен көбіне менің клиенттерім, осы құрт сұрайтын клиенттерім көбіне көп дөңгелек құртқа спрос көп менде. Міне дөңгелек құртты осылай жасай қоямыз. Немесе мына тұрған тақтайыма, папносыма осылай дөңгелете қоямын. Құртты үйде мен ғана емес, құртты қыздарым да жасайды. Кейде менің өзімнің көп шаруаларым болады. Жұмыста жүргендіктен құрт жасауға қолым тие бермейді. Арасында сол кезде қыздарым да жасайды. Қыздарым дөңгелек құрт, төртбұрышты түрін жасайды. Ал менің жасайтыным тек осындай дөңгелек құрт және бұрынғы әжелеріміздің жасап жүрген осылай қолдың ізі қалатын құрт. Оны да көрсетемін қазір. Міне дөңгелек құрттарды жасаймыз осылай. Сосын менің жаю әдісім осылай патностарға шығарамын. Құртты сыртқа бетіне орамал жауып, шыбын түспейтіндей, топырақ түспейтіндей қылып сыртқа шығарып қоям. Және жарты күн тұрғызғаннан кейін бұл құрттар дегдейді. Сосын өзімнің көк сетка, білесіздер ғой? Құрт жаятын қазір хит сетка, соған барлығын тізіп жайып шығамын. Сол сеткада кептірем. Оның ішіне шыбын да кірмейді, оның ішіне топырақ та көп кірмейді, шаң да кірмейді деген сияқты. Бірақ енді шаң да болып қалады, оның да өзінің бір амалдары бар, оны да көрсететін болам. Алда ол видеоларды салатын болам, қалай ол құртты шаңнан, тозаңнан тазартатын жолдарында салатын болам. Міне қараңыздар. Осындай әдемі жылтыр, әдемі құрт шығады. Сосын не? Құрт осындай қалыпты сақтап қалу үшін тұзды көбірек салу керек. Тұзы көбірек болған құрт өзінің көлемін сақтап қалады. Яғни көбіне көп осы көлемде қалып қояды. Ал егерде тұзы аз болған құртымыз, онда әрине кішірейіп, кепкен сайын кішірейіп қалады. Ал осы құпияларды сақтасаңыздар, құртыңыздың міні жоқ болып шығуы әбден мүмкін. Енді маған ең көп келетін сұрақ бұл. Құртым жабыспай жатыр, құртым жылтыр болмай жатыр, құртымның
су кетпей жатыр деген сұраққа мен жауап бердім. Ал маған осындай видеолар көп сал десеңіздер, комментарийға жаза отырыңыздар. Сосын менің каналыма тіркелуді, өздеріңізге тиімді видеолар көріп, өзіңізге ұнаған видеолар көріп жатсаңыздар, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.